Бұл сиқырлы раушан шашы бар ханшайым кім еді? Қалайша ол бәрін осылай таң қалдырды? Уа ертегілер арқылы білейік. Патшалықтар раушан гүлдермен қоршалған сарайда тұратын патшалыққа бағынады. Бұл күні барлық раушан гүлдер жаңа туған сұлу ханшайымды қарсы алып гүлденді. Олар оған раушан гүлінің ханшайымы деп ат қойды. Ханшайымға қамқорлық жасап бата беру үшін пері шақырылды. Мен Роузға патшалықтың барлық азаматтарына қажет ғажайып қызыл шаш пен сиқырлы ән сыйлаймын. Жылдар жылжып, Роуз өсіп әдемілене түсті. Перінің сөзіне сай, Роуздың дауысы әдемі еді. Ән салғанда қызыл шаштары жарқылап тұратын. Оның жиі селік етіп ұстайтын сиқырлы алтын құсы бар еді. Күн сайын кешке Роуз балконға шығып күтіп тұрса, алтын құс оның иығына келіп отырады. Олар бірге ән айтты. Роуздың әні оң жақтан бүкіл патшалыққа тарап, өз азаматтарынан танатқанша тәтті түс көруіне көмектеседі. Бұл әр түнде қайталанып, патшалық халқы риза болды. Ұйқының сапасына кепілдік берілгендіктен, адамдардың рухы мен физикалық күші жақсарды. Сондықтан жұмыс өнімділігі артты. Роуз ханшайымның ән айтуы келмеді. Дұрыс, оның арқасында біз гүлденіп жатырмыз. Бір күні бір қарамыстан Роуздың соңынан еріп, оның сырын біліп алды. Сонымен ханшайымның дауысының сыры шашында ма? Бұл желкенішті. Мен өзімнің қара күшімді адамдардың қорқынышты түстерінен алдым. Олар әрқашан жақсы ұйықтайды. Менде артық күш жоқ. Мен олардың бәрін құртамын. Авра, кадавра. Мен Роуздың қызыл шашының түсі кетіп қалады деп қарғыс айтамын. Не болып қалды? Неліктен шашым кенеттен қара болып кетті? Болды, сіздің дауысыңыз азаматтарыңызға қалай көмектесетінін көрейік. Сол түні Роуз шашына қарап таң қалды, бірақ алтын құсты қуана қарсы алды. Роуз, шашың неге қара болып кетті? Уайымдама, шашығандықтан ба шашым күңгілт. Ертең менің шашым қалыпқа келеді. Кел алтын құс, бірге ән салайық. Бірақ күтпеген жерден Роуздың бесі жыры бүкіл патшалыққа тараған кезде адамдар сол түні қорқынышты түстерді ғана көрді. Кеше түнде қорқынышты түстен ұйықтай алмадым. Бұл өте қорқынышты. Мен де қорқыныштар түстер бәрімізге әсер етіп жатқан сияқты. Олар қасынан өтіп бара жатқан қара шашты Роуз ханшайымын көріп таң қалды. Ханшайымның қызыл шашты қайда кетті? Неліктен қара? Ол сиқырлы шашын қайтарып алу үшін адамдарды ашуландыратындай жамандық жасады ма? Алтын құс ол кезде Роузға қызыл шаштылаған перісінің жанында болды. Ханшайымның шашының түсінің өзгергеніне таң қалған құс асығыс перілерді тауып алды. Мыстанның Роузға қарсы жоспарын білген соң, пері алтын құсқа кеңес береді. Сарайға оралғаннан кейін Роуз қатты қайғырды. Бірақ әлі де алтын құстың пайда болуын күтті. Алтын құс, менің шашым енді ғажайып емес. Адамдардың бұрынғыдай жақсы ұйықтап, жақсы түс көру үшін не істеуім керек? Ханшайым, раушан суына малынған қара шаш көмектеседі. Шынымен бе? Бұл менің мәселемді шеше ме? Жарайды, рахмет алтын құс, мен байқап көремін. Роза алтын құстың айтқанын орындап, раушан суын дайындады. Сосын оған қара шашын жібітті. Бір ғажабы оның шашы бірте-бірте өзінің ашық қызыл түсіне оралды. Тамаша, алтын құсым, менің сиқырлы шашымның бұрынғы күйіне оралған рас. Сол түні ханшайым мен алтын құс бұрынғыдай әсем әнді шырқағанда, бүкіл патшалық тағы да танатқанша әдемі түскенді. Сиқыр қайтып келді, ханшайым, ханшайым! Дегенмен мыстан мұны соншалықты елеусіз қалдырған жоқ. Қарғысының жойылғанын білген ол қашуланып, Роузды тағы да қарғауға бел байлады.
Бұл жолы шаштарыңыз қара болып қана қоймайды. Бұл патшалықтағы барлық раушан гүлдерді жоғалады. Әрине, барлық раушан бақтары кенеттен жоғалып кетті. Жоқ, неге менің шашым қайтадан қара болып кетті? Роуз шаштарын сақтау үшін қызметшілерден бақшаға раушан гүлдерін жинауды өтінді. Алайда бұл жолы барлық раушан гүлдері жұмбақ жағдайда жоғалып кетті. Не? Бір раушан гүлі қалмады ма? Мүмкін емес. Содан кейін бүкіл патшалықтан іздеңіз. Әрине, раушан гүлдері табылды ма? Бірақ бүкіл патшалықтағы адамдар раушан гүлінің табылғанын көрмеді. Енді не істеуім керек? Алтын құс бүгін түнде көрінбейді. Осы қара шашпен бүкіл патшалыққа қалай айтамын? Ұзақ күткен, бірақ алтын құс көрінбеді. Роуз демалу үшін төсекке кетті. Сосын тез ұйықтап қалды. Роуз өзін қорқынышты түсінде көріп қалды. Түсінде қараңғы сиқыршы оның алдында жаман күлкімен пайда болды. Сен кімсің? Мен түнгі мыстанмын. Қорқынышты түсерден қара инеге алып күшейгенмін. Сен менің күшіме қауіп төндіретін адамсың. Сондықтан сенің жанын осы түнде тұтқынға алынуы керек. Сенің жанын кеткеннен кейін бүкіл патшалық түнгі қорқынышты түстерге айналады. Менің билігім шексіз болады. Мен шексіздікке айналып бүкіл жерді басқарамын. Келіндер, мойынсыңдар, сен маған қарсы тұра алмайсың. Жоқ, бұлай істеме. Біреу бар ма? Өтінемін, маған көмектесіңіз. Сол кезде әлемде әлгі сиқырлы алтын құс пайда болып, қызыл түсті шашталдарын көтеріп ханшайымның бөлмесіне ұшып келді. Бірге жүрген алтын құс Роуз ханшайымның шашы түскенін байқап, әр тал жібін мұқият жинап алып, қайта әкелген екен. Түскен шаштар бақсының қарғысына ұшырамайды, сондықтан олардың түсі жоғалмаған. Раушан ханшайымның түнде көзінен жасап жатқанын көрген алтын құс көз жасына Роуздың қызыл шашының бірнеше талын тастады. Сиқыр пайда болып, қызыл шаштары жарқырап, әдемі раушан гүлдеріне айналды. Роуз түсінде мыстанын оңай ұстады деп ойлаған. Кенет жарық жарқырап, айнала жарқыраған раушан гүлдеріне толы баққа айналды. Роуздың қасында бір түрлі бала пайда болып, оған қосылып сиқыршымен соқсады. Сонымен сен көрші елдің ханзадасы келмейсің бе? Менің қарғысыма тиіп едің, сен әлі тірісің бе? Неге мұндасың? Сен сияқты мен де мына мыстанның құрбанымын. Енді маған сіздің көмегіңіз керек болғандықтан, біз оны жеңу үшін күш біріктіре аламыз. Бірақ Келвин, мен қалай күресу керектігін білмеймін. Роуз, бұл сенің ойындағы дүние. Сіз оны толығымен басқара аласыз. Маған сеніңіз. Кішкене батылдықпен сіз маған мыстанды басқаруға көмектесе аласыз. Қарғысты жою үшін мені жеңгің келе ме? Бұл оңай емес. Мен бұл жерден кетемін. Сен маған не істей аласың? Жоқ, сіз бұл жерден оңай кете алмайсыз. Мен бұйрамын. Менің түс әлемімді құптаңыз. Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Мен енді шыға алмаймын. Жарайсың, Роуз, сіз жасадыңыз. Өзіне деген сенімділік артқан Роуз мыстанның жанын сиқырлап, әдемі дауысын көтеріп шабуыл жасады. Менің басым ауырып тұр. Ән айтпа, енді ән салма. Мүмкіндікті пайдаланып ханзада Келвин шешуші соққы беру үшін алға ұмтылды. Ол мыстанның жанын женіп, оның мүлдем жоғалып кетуіне себеп болды. Роуз түсіне оянғанда, олар бір-біріне қуана жүгірді. Ол жанында отырған ханзада Келвинді көріп таң қалды. Мыстанның қарғысынан мен алтын құсқа айналдым. Қайта адам болу үшін мен оны тауып жоюым керек еді. Осыдан кейін мен сені кездестіріп жақын араласып кеттік.
Бақытымызға орай, пері бәйбішенің арқасында мен бақсының сізге қарсы қастандық жасап жатқанын түсіндім. Содан мен сені құтқаруға келдім. Біз оның жанын сенің түсінде ғана жеңдік. Осылайша мен қайтадан адам болдым. Раушандар қайтып қалпына келді. Роуз шаштарын раушан суына малып алды. Шашы бұрынғыдай қызарып кетті. Роуз патшалық халқының жақсы ұйықтап, әдемі түс көруіне көмектесіп, қайтадан ән айтты. Қиындықтарды жеңу үшін бірге уақыт өткізгеннен кейін Роуз бен Келвин ғашық болды. Олардың бақытты үйлену тойы баршаның қуанышымен өтті.